Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Агроталқы арнасына қош келдіңіздер. Біздің арнамызға Нұрмағамбет бауырымыз келіп отыр. Ветеринария ғылымдарының магистрі. Шамамен осы күнге дейін 20 мың ірі қараны өз қолымен ұрықтандырған білікті маман. Енді сіздерден келіп түскен сұрақтар бар, ойда жүрген сұрақтар бар, және Нұрмағамбеттің өзінің айтатын ұсыныстары мен кеңестері бар. Сол бойынша бүгінгі тақырыбымыз сол бағытта өрбитін болады. Ал Нұрмағамбет, қош келдіңіз студиямызға. Енді өткендегі сіздің видеоны түсіргеннен кейін өте бір жақсы кері байланыстар алып жатырмыз көрермендерден. Бірі қуанып жатса, қазақ аудиториядан осындай жақсы мамандар шығып жатқанына, екінші біреулері сондай бір пайдалы да жақсы кеңестерге жақсы көңілдерін бұрып, алғыстарын білдіріп жатыр. Енді біз сұрағымызды ең үлкен сұрақтардың бірі болып тұрған, қызықшылық тудырғанның бірі қолдан ұрықтандыру ірі қараны. Сол туралы бір қысқаша айтып берсеңіз. Жалпы қолдан ұрықтандыру деген не? Жалпы пайдасы туралы. Қазір ғылымның өте дамыған заманның уақыты. Европа дейсің, Канада болсын, басқа жақтар болсын, әлде бізден 20 жылға 50 жылға қалай кетіп қалды. Оларда бұқаны ешқашан қолданбайды. Бұқаны ешқашан қолданбайды. Барлық жерде қолдан ұрықтандыру жүріледі. Барлық салада, осы жан-жануарлар, құстар болсын, қазір қолдан ұрықтандыру жүріп жатыр барлық салада. Оның ең үлкен пайдасының бірі ауру таратпау. Ең бірінші очередь. Ең бірінші орында ол ауру таратпау. Именно жыныстық жолдармен жұғатын аурулардың түрі көп. Соларға тоқтау. Бірінші мәселе. Екінші мәселе асыл тұқымды генетикалық высокогеномный мал алу, төл алу мақсат. Например, мәселен бір шаруашылықта 2000-3000 сауын сиыр бар. Оның барлығы бірдей дерлік 11 тонна, или Европадағы 19 тонна сүт бере алмайды. Оның ішінен жаңағы белгілі бір санда ғана сиырлар болады, өте высокопродуктивный сиырлар. Қалғандары средний, низкий бөлінеді, этап-этапқа бөлінеді. Біздің мақсат ең жаңағыдай барлық сиырды продуктивностін көтеру. Жаңағы сүтті бағыт болса сүттін көтеру, етті бағыт болса еттін көтеру, например, сол бағытта жұмыс жасалу. Бізге әр 20 сиырға бір бұқа қолдану керек негізі. Бір жылға стандарты негізі. Мықты төл алғың келсе, сен 20 сиырға бір бұқа ғана тура келеді. Немесе бір бұқаға 20 сиыр ғана аналықпас. Бізде 920 сауын сиыр бар. Біз 920 әр 20 сиырға бір бұқадан ұстайтын болсақ, бізге колоссальный бұқа керек болады. 40 үлкен количество бұқа керек болады. Сосын бұқаның, ұрпақ алатын бұқаның азықтандыру өте қымбат. Біздің сауын сиырдың бағасынан қалден ешесі жоғары шығады олардікі. Азықтандыру. Сапалы ұрпақ алу үшін, ұрық алу үшін. Бізде алып келіп жатқан, салып жатқан ұрықтарымыз, например, высокогеномный деп бөлеміз, қазір ең жоғары дәрежеде. Денсаулығы жағынан, берілетін генетикасы жағынан ең жоғары. Оны мыңның ішіне біреуін ғана таңдайды. Қазіргі уақытта только оларды, например, құлаған генетикалық не алып, материал алып, соны тексеру арқылы, және оны сиырларға салып, ұрғашын бұзау алып, оны сау, қанша сүт береді, оның қай жерінде қандай дефектісі болады, қанша ұрғаш туады, қанша еркек туады, барлығы доказывать етіліп, тексеріліп барып, соның кейін ғана сатылымға шығады көп ұрықтар. Нәтижесінде сен ешқашан ұтылатын жауынды қалмайсың. Ал бізде кез келген бұқаны ондай тексеру үшін бізге үлкен уақыт керек, үлкен расход керек. Сол үшін ондай қолдан ұрықтандырудың маңыздылығы өте жоғары. Әрине, енді осы сұрақтың бұл жалпы көзқарастар. Мысалы, бұл жерде енді ұрықтандыру деп жатырмыз ғой, оған ұрықтың сапасын айтып өттіңіз. Ол жерде тағы да бір маңызды рөл ойнайтын ұрықтандыратын маманға да қатысы бар ма мәселен? Әрине. Ұрықтандыратын маман, ұрықтандыру уақытысы, қолдан ұрықтандыру егер дұрыс жүрмейтін нелер болса шаруашылықтар, дұрыс жүргізе алмайтын маманға да байланысты, екінші ұрықтың сапасына байланысты, үшінші сиырға байланысты, сіздің кормлениеңіз, жердің азықтандырудың құрамы қандай, оның барлығы осы
ұрықтандыруға келіп әсер етеді. Өйткені біздің бір көрерменіміз жазыпты, біз қанша рет қолдан істеп көрдік, ол мүлдем қолдан келмеді, яғни ұрықтан яғни ұстап қалмады дейді да, яғни бекімеді дейді жатырға. Сол үшін бұл былай айтқанда жай әңгіме деген сияқты ой білдіреді. Енді біреудің істей алмаған нәрсесіне біреу ешқашан не емес, кінәлі емес. Яғни жоққа шығаруға болмайды дейсіз, өзі қолынан келмеген үшін басқа жоққа шығармайды. Бізде Қазақстанда қазір үлкен көп шаруашылықтар аралап жүріп қой, көп жерде 37-38%, 50%-ға жетпейді қолдан ұрықтандыру нәтижесі. Ол көп нәрсеге дұрыс гормон таңдамау, сиырды дұрыс азықтандырмау. Гормон таңдамау деген сөз дайындамау, иә? Сиырды дайындамау, уақытылы дайындамау. Болмаса жаңағы туғаннан кейінгі бізде восстановление деп айтылады, қалпына келу уақытысы. Сол дұрыс жүрмеу, азықтандыру дұрыс жүрмеу, матсон жаңағы сиырдың дұрыс энергия алмауы, жүрмеуі, оның барлығы келіп осы ұрықтандыру нәтижесіне береді. Біздің шаруашылықта өзім жасап жүрмін, 3 жылдан бері сол жерде жұмыс жасаймын. Бізде өте жоғары дәрежеде биылғы кеше тапсырған жылдық отчетымызда, например, есебімізде 97,6% шықты біздің биыл алған приплотымыз. Ол өте жоғары нәтиже. Біз былтыр 99,8 алғанбыз. Сонда 98,9 алғанбыз былтыр. 8-9% көбейіпті. Иә. Мына жерде былай айтуға болады екен, бір мектеппен салыстырып айтатын болсақ, салыстырмалы түрде. Бір мектеп, мысалы, жалпы орта мектептерде үлгерім жақсы оқушы бар, орташасы бар, үлгерім нашар оқушылар бар. Ал бір, мысалы, жоғары гимназиялар болсын, дарынды мектептер тек қана мықты оқитындар оқиды ғой. Сол сіздің жаңағы осы қолдан жақсы ұрықтандыру, жақсы тұқым сақтау, соған салыстыруға болады, иә? Бәрі озаттар, бәрінің мүмкіндігі жоғарылар деген сияқты, иә? Иә. Бір шаруашылықтан бір жағынан нетсе, бір шаруашылық бір жағынан нетеді. Мақсат деген ғой. Қазақстан жағдайында қазір бірдей естіп көп мамандарды қажет етеді. Мамандарды көп қажет етеді. Бізде шаруашылықта 2000-нан аса аналық бас бар. Жалпы аналық басының саны. Келген кезде бізде 600 аналық бас келген негізі Голландиядан басы келген. Осы уақытқа егер қолда ұрықтандыру дұрыс жүрмеген болса, жүрмейтін нәтиже болса, біздің алып жатқан жылда алып жатқан бұзауларымыздың бәрі аспанға түсіп жатқан жоқ, оның барлығы. Иә, сосын бір сұрақ келіп түсіпті. Мынау сіз өткенде видеода айттыңыз ғой, мынау біздің 96%-ға көтерілді деп, ұрғаш туы. Соны бір көрермен жазыпты. Егер ондай бәрі ұрғаш туа берсе, Қазақстан мал көбейіп кететін еді ғой. Мынау шынымен расында сондай әңгіме ма деген сияқты. Ол жаңадан шыққан технология. Ұрықты екі сегірді хромосома болады. Сперматозоидтар болады ішінде. Соны екіге бөлу арқылы қазір сондайға жетті ғылымның дәрежесі. Оны біз қолданып келе жатқанымызда 2 жылдан асты. Қазір менде былтыр көктемден бастап жалпы 70%-ға дейін қолданып жатыр осы ұрғаш туатын ұрықты. Менде осы декабрь айында туған. Бұзаулардың 99% ұрғаш. Жақсы. Сосын жаңа сұрақтың үстіне сұрақ болсын. Мысалы 5 жыл алдын дейік, немесе 10 жыл алдын дейік, сол кездегі сиырдың бас саны мен қазіргі көбейген айтарлықтай айырмашылығы бар ма? Бар, иә, көбейді. Яғни соның нәтижесінде? Иә, біздің шаруашылығымызда 3 есе мал көбейді, 3 есе көбейді. Иә. Сосын тағы бір сұрақтардың түскені, мысалы қарапайым ауылдың өзі қазақи сиырлар бар ғой, қайтып айтады ғой, қазақи сиырлар деп айтады. Иә, беспородный сиыр деп жаңағы породасы сақталмаған. Соларға да жаңағы Еуропадан келген жақсы тұқымдарды қолдануға бола ма оларға? Әрине болады. Иә. Егер халықтың жағдайы жаңағыдай қымбат сиыр, жаңағы высокопродуктивный сиыр алуға мүмкіндігі жоқ болса, қолдағы бар материалды қолдана отырып, өзінің үйдегі жергілікті сиырын ала отырып, ең жоғары сүт беретін қай жағынан оған керек именно сондай нені сала отырып, бірінші алған приплоты, бірінші алған төлі 50-50. Оның сиырге 5 литр бөлетіміз, мына жерде бірінші алған төлінің өзі 10 литрден жоғары сүт береді. Ең кем дегенде ол. Менің өзімнің осы жасап жүрген практикамда 15-18 литр беретін сиырларға мен салдым бұзауларды. Қазір ол кісілер сауып отыр мені. Бірінші төлін сауып отыр. Бірінші төлі біреуі 25, біреуі 28 литр беріп тұр. Бірінші туылмасында. Сол жағдайда? Иә, сол жағдайда сол. Бір үйде сол жағдайда ол өзінің аналығынан аса сүт берді. Өйткені біздің салған ұрықтар сол кезде
14 тонналық мен сиырдың, 14 тонна сүт берген сиырдың алған ұрықтарынан салдым ол кезде. Ол өзінің несін көрсетеді, мүмкіншілігін қалай да болсын бар потенциалын бәрі көрсетеді. көрсетеді. Одан кейінгі бір сұрақ. Біреулер сұрап жатыр. Ол мысалы мына сиырлар жаңа өткендегі фермада көрсетілген. Олар ыстыққа төзімсіз деп жатады. Ол қаншалықты рас? Иә, өте маңызды сұрақ. Негізі. Бізде енді породамыз сондай. Әлемде ірі қараның 1080 породасы бар негізі. 1080 порода, ірі қараның 1080 породасы бар. Сүт бағытында. Жалпы ірі қара, жалпы ірі, ол бөлінеді екіге. Жаңа етті, сүтті, сосын сүттінің өзі бөлінеді. Сүтті, етті, немесе етті, сүтті бөлінеді. Былайша айтқанда жеткілікті породаның түрі. Біз именно бұл породаны таңдаған себебіміз бұл ең көп сүт беретін порода. Ең көп сүт беретін бірінші орында тұрған порода әлемдегі. Егер сен бізге сүт керек болса, әрине біз осымен жұмыс жасаймыз. Ол ыстыққа төзімсіз болса, біз соны төзетін жағдай жасаймыз, оған комфортный условия. Бізде жазғы күн, например, мәселен су бүргектер қосылып тұрады. Жаңағы жел айдайтын вентиляторлар қосылып тұрады. Жан жағындағы терезенің бәрі ашып тастап, жалпы ана жері сиырдың үстін влажный жасап, ылғал жасап, ана жерді тұмандатып отырамыз постоянно желдету арқылы. Бізде жаздың күнде сол удайды ұстап отырмыз. Ол сиырға неғұрлым комфорт жасаған сайын, ол өзінің потенциалын аша түседі, артымен аша түседі. Оған қатты температура керегі жоқ. Оған 10 градус пен 12 градустың арасын кетеді, 15 градус асып кеткенде. Өйткені өзінің демі бар. Одан кейін қаншалықты, неше градусқа дейін олар потенциалын ұстап отыра алады? Неше градусқа дейін? 20-дан асқаннан кейін уже кішкене қысыла бастайды. Өйткені тоже ана ненің қораның несіне байланысты, биіктігі, кегіндігі, сосын қанша малға расчет жасалған қора. Соған байланысты. Қазіргі европейский негізгі стандарт қазір биік қоралар. 6 метрден жоғары қарай кетеді. Ол қораларда ыстығы жоғары көтеріледі, тез, іші тез салқындайды. Қазір барлығы тентпен жан-жағын бәрі жаздың күні көтеріледі, ашылады. Жалпы комфорт, максималды түрде комфорт жасалып жатыр қазір барлығына. Өйткені саған сүт керек болса, сен сиырға бірінші жағдай жаса. Сиырдың жағдайы жақсы болған сайын саған ол сүтпен ақтайды. Мындай ақпарат бар ма? Мысалы, бір сиырдың өзінің ауданы, қанша аудан керек деген? 4-6 квадрат деп стандарттар. Бір сиырға 4-6 квадрат. Енді оны әркім әртүрлі жасайды, мүмкіндігіне байланысты. Бірақ одан 6 квадрат немесе 4 квадраттан аз болмаған дұрыс па? Негізі аз болмаған дұрыс, өйткені ол туылғаннан өлгенге дейін сол қорада өмір сүреді ғой. Сол үшін оған стресске түспеу үшін, жалпы неге түспеу үшін стресстер неше түрлі. Туғаннан кейінгі стресі бар, басқасы бар. Оған комфорт жасаған дұрыс, максималды түрде. Жататын жерін жұмсақ қылып, жаңағыдай жазды күні ысыған кезде салқындатып жасау керек. Сосын ана азықтанатын жерін қысылып қалмайтынды, сиырлар кірген кезде қысылып қалмайтынды көп сиыр тығып тастауға болмайды. Сосын бізде жаңағы үстінің қасиетін нелер тұр ғой. Олардың барлығы оның стрессін снимать етуге көп рөл атқарады. Ал жақсы. Онда енді бір неге маңызды сұрақтардың біріне көшсек, өнімділікке байланысты ғой. Мысалы, бір күнде бір сиырдан қанша бір негізгі, мысалы, былай бөлейікші, ауылдық жағдайда дейік. Сосын қазір үлкен шаруашылық жағдайың мықты. Ол шаруашылықта бөлсең болады. Орташа шаруашылық болсын, өте мықты шаруашылықта. 3 категорияны алайық та. Сол бойынша өнімділікті айтып өтейікші. Мысалы, бір күнде қанша сүт алуға болады? Егер шаруашылықтарға бөлетін болсақ, шаруашылықта ол жерде лактациямен бөлеміз. Бірінші, екінші, үшінші төртінші лактация. Лактация деген бір сиыр бірінші төртінші туған кезде бірінші лактация дейді. Ол келесі ұрықтанып, туғанға дейінгі аралықта бірінші лактация келеді. Екінші төртінші туғанда екінші лактация болып кетеді ол. Біз солай бөлеміз жалпы. Иә. Әр породада әртүрлі. Мысал үшін айтайық, көрермендер қызық болады да бұл негізі. Жалпы орташа есеппен. Иә, орташа. Мен өзіміздің шаруашылықпен жалпы средний беретін, орташа сүт беретінен салыстырып айтып берейін енді. Иә. Үлкен ірі шаруашылықтар. Ол жердегі сиырлары кем дегенде 9 тонна сүт береді. 8-9 тонна. Жылына. Иә. Бұл ең төменгі удай беретіндердің 7 тонна сүт береді ол жерде, ол шаруашылықтар. Жоқ, орташасын алайық, 8 дейік па, 9 дейік па, орташасы? 8 орташасы. Ол күніне қанша шығады сонда? Күніне 305 күнге бөлеміз. 305 күнге? 9 тонна дедік па? 8 тонна. 8 мың литр. Бөлесін 3-ге.
үш жүз беске. Не үшін 305? 305-ке. Сөйткені сиыр 10 ай сауылады. 10 ай салады. Иә. 26 литр екен. 26 литр. 27 литр біздің Қазақстанның жағдайында орташа сол жаңағы орташа шаруашылықтар солай сауып отыр қазір. Орташа. Оны көбейтуге болады ма? Оны көбейтуге болады. 31 литр сауып отқандар бар бізде Қазақстан жағдайында. Орташасымен. Орташа есеппен. Ал мынандай ақпар бар ма қызық ретінде? Бір сиырдың басына рекорд жағдайлар есептелгендер бар ма? Бар. Біздің Қазақстанда қанша ең көп? Қазақстанда мен көрген жоқпын, бірақ естігенім 70 литр бір сиырға суточный ондай. Ол үздіксіз беріп отқан, иә? Туған кезде 3 айға дейінгі берген. 3 айға 70 литр. Негізі 12 тонна, 12,5 тонна алған кісілер бар шаруашылықтар. Бір сиырға 10 айда. Ал жаңа дамыған сіз әңгіме басында айтқан Европа елдері. Мен өткен өзім барған кезде 19 тонна беретін Қазақстанды көрдім. 19 тонна? 19 тонна бір лактацияда. Тоқтаңыз есептейін. 62,5 литр, 62-де үштен түседі. 62-ден асады. Олар орташасы бәрінікі. Орташасы бәрін қосқан кезде. Бір шаруашылық 32. Олардың артықшылығы не болып тұрсын олардың? Олардың ішінен азықтандыру бөлек. Содержаниесі бөлек. Содержание деген? Содержание деген жалпы шаруашылықтағы сиырға жасалған комфорт. Сосын олардың сау үлгілері мүлдем бөлек. Оларда робот толық робот. Робот ешқашан демалысқа кетпейді, ол шаршамайды, ол определенный уақытта салмайды. Сиыр қай уақытта кіреді, сол кезде салады. Сиыр кішкене желіне сүт толтырды ма, сразу өзі кіреді. Ол кіру үшін оған ана жерде аяқта транспондер орнатылған. Барған кезде компьютер робот оны оқиды. Оның берген сүтіне байланысты оған подкормка береді. Сиырлар ретінде ма? Сиырға, иә. 1 литрға ол жақта 250 граммнан қосып беріп отырады. Сиыр сүтін көтерген сайын подкормка көбірек беріледі. Сиыр айналып кеп кіреді. Ол сиыр үшін мотивация ма ол негізі? Ол сиыр үшін мотивация, ана жерге тәтті тамақ жеу үшін кіреді біріншіден, екіншіден сүтін келіп көп жинайды уже. Ал енді жаңа 27 литр екен, иә, ол енді соны несін есептеп көреміз ба? Пайдасын есептеп көре аламыз ба? Экономикалық тиімділік жағын. Есептеп көруге болады. Үлкен шаруашылықтарда өздері сиылыс дайындайды. Өздерінің жерлері бар, техника өздерінен, сенаж өздерінен. Оларда минималь баға, өте төмен баға шығады. Олар шөпке субсидия алады, жерге субсидия алады, сүтке субсидия алады, ұрыққа субсидия алады. Ұрыққа да субсидия беріледі? Ұрыққа да субсидия беріледі. Қанша теңге беріледі? Қанша пайыз беріледі? Традиционный ұрық деп айтамыз, енді жалпы оны қазақшасын білмеймін қалай екен. Дәстүрлі. Дәстүрлі ұрық, енді ұрғаш жерге ажыратылмаған ұрыққа 5 теңге береді біздің Қазақстан жағдайында. Шетелдік ұрықтарға. Біреуіне, иә? Бір дозасына ма? Бір басқа. Ал егер жаңа пол анықталған уже фиксированный семья деп айтамыз оны. Иә, жаңа айтып өткен ұрғаш ұрығы. Однопол ұрық деп айтамыз оны. Оларға 10 мыңға дейін беріледі қазіргі уақытта. Енді мысалы қазір сүттің бағасы қанша тұрады нарықта шамамен орташа? 300 теңге, иә? Дүкендерде? Дүкендерде емес, оптым қазіргі шаруашылық жеке ЛПХ-ларда нелерде 300-ден оптым өткізіп жатыр. Біздің Алматы облысының жағдайында. Енді оны көбейтейік 27-ге. Сонда бір күнде 8100 теңге бір сиырдан. Иә. Бір күнде. Енді оның шығынын есептейтін болсақ, бір күнде ол әр литр сүт беретін, например, 25 литр, 30 литр беретін сиырдың жем азығы бөлек болады да. 30-дан 35-40 литр беретіндікке бөлек болады. Сиырдың продуктивасы төмендеген сайын, жаңағы сүт беру өнімділігі, оның сен сапалы кормды азайта бастайтын. Өйткені ол семіріп кетеді қатты. Ондай протеиндей корм берген сайын ол семіріп кетеді. Сол үшін ол сүттің түсіретін уақыты болады өзі. Буаз болып, бұзау келген сайын, бұзау көбейіп кетеді. Сүтін азайта бастайды. Ол кезде, естественно, сен де ол кезде расход азаяды сенде де. Жаңа 8100 дедік қой. 27-лімен есептейік, 27-мен. Соның енді пайызбен есептейік. Қанша пайыз шығын болуы мүмкін? 60% жалпы шығын болуы мүмкін. 60% шығын? 60-70%-ға дейін шығын. Ол ішіне не кіреді шығындардың ішіне? Азықтар кіреді. Азықтар. Витаминдер. Жалпы азыққа кіреді соның барлығы. Иә. Техника, оны тарату несі бар. Оны сауы кіреді. Жұмысшылардың айлығы келеді оған. Барлығын соның ішіне кіреді. Ал егер де оны, мысалы, жұмысшылардың айлығын, техниканы алып тастайтын болсақ ше. Өйткені үй жағдайында біреу, мысалы, 20 сиыр ұстайды. Үй жағдайында бөлек, мүлдем бөлек үй жағдайында. Ол жерде қанша пайыз болуы мүмкін шығын? Ол жерде шығын 40% болуы мүмкін. 40-50%. Енді кімнің қандай
жағдайда азық дайындауына байланысты. Енді артын ойлаған кісілер, қыстың қамын жаз ойла деген кісілер жазда алып тастайды барлығын. Шөптің арзан кезінде, жемнің арзан кезінде өзіне қанша сүт керек, өсел жасап жүрген кісілер біледі. Бір сиырға қанша расход келеді, мен қанша соған, мен сиырлардың потенциалы қанша, соған байланысты азығын жазда жинап алған кісілерге мүлдем арзанға түседі, например. Жаздың күні бізде Алматы облысының жағдайында 800 теңге, 700 теңге, 900 теңгеге дейін ең мықты шөптердің бар. Таза жоңышқалардың, иә, чуктары да. Чукта 15, 17, 20 килограммға дейін болады. Сен таңдап жүріп алсаң болады полядан. Сосын арпа піскен кезде арпаны басынан алып болады, например. Биылғы жағдайда 110 теңге болды, например, арпаның жағдайы 110-дан 20-120-ға дейін түсті. Енді сондайға байланысты кім қай жерден азық табады. Сосын высокопродуктивный сиырлар бар, 35-тен 40-қа дейін беріп тұрған, например. Мен өзімнің жағдайымды айтайын, например. Біздің меніңдегі сиырлар 38-40-ның арасында айналып тұрады среднодой. Енді неге тоқтап өтейікші, жаңа шығын деп жатырмыз ғой. Соның ішінде негізгі қорек қой, негізгі отүстікке әсер етеді, дұрыс қой? Иә. Ол шығынсыз болмайды дегенде. Негізгі азықтың түрлері. Соны айтып өтейікші, негізгі азықтың түрлері ма? Мысалы, бір күндік рационын айтайық. Қай жағдайда? Сүт алатын, максималды түрде сүт алатын жағдайда қанша беру? Мысалы, сіздің жағдайыңызда. Фермердің жағдайында ма, жеке шаруашылықтың жағдайында? Екеуінде айта салайық. Жеке шаруашылықтардың жағдайында сиылсыз бар жерлер бар, сиылсыз жоқ жерлер бар, например. Жоқ, сіздің жағдайыңызда 27 литр сүт алып отырсыз ғой? Жоқ, менің үйдегі жағдайымда, бұл бөлек білдім. Бізде 40-тан төмен сүт жоқ, үйде 38 ең беріп тұрған төмен. Үйіңізде, иә? Енді соны айтыңызшы, соның бір сиырың мысалында айтыңызшы. Енді 35 литр деп санайтын болсам, мен қазір оған сиылс беріп жатырмын мәселен. Қанша килограмм күнде? 30 килограммға дейін сиылс жейді бір күнде. Сосын? 3 килодан 5 килоға дейін ғана шөп жейді. Не шөп? Жоңышқа ма? Жоңышқа. Ол күйіс қайыруына ғана көмектеседі. Сосын 6 килограмм арпа жейді. 3 килограмм жүгер жейді. Ұнтақталған жүгер, майдаланған жүгер. Арпаны да майдаланған. 3 килограмм рапс жейді. Рапсовый шрот деген бар. Шрот, май алынғаннан кейін қалған. Высокопротеинный продукт. Май алып, сығылып алынған. Ол сүтті көбеюіне қатты не береді. Сосын 100 граммнан менде макро-микроэлементтер. Элемент бар, витамин бар. Ол қандай түрде, ұнтақ күйінде ма? Иә, голландский қолданып жатырмыз. Оны жемге араластырып беріп? Жемге араластырып, жоғалтып жатқан витамин есебінде ретінде беріп отырып. Сосын? Сосын обычный кормовой мел, болмаса 3 кальций фосфат. Чтоб организмде қанша кальций шығып жатыр? Қанша граммнан? 100 граммнан. 100 граммнан, иә. Тұз 100 грамм. 100 грамм тұз береді. 50-ден 100-ге дейін береді, енді әркімде удойына байланысты әртүрлі болады. Рапс көп жағдайда табыла ма? Рапс шроты жаңа күнжарасы іздеген адам табады. Рапсты заменять етуге де болады, ауыстыруға да. Немен? Оңтүстіктегілер хлопковыймен ауыстыруға болады, мақтаның несімен, күнжарасымен. Ол жерде даже 41%, бізде 38 болса, ол жақта 41%-ке дейін барады протеиннің. Жақсы. Солтүстіктегілер подсолнечный ауыстыруға болады, күнбағыс жымиқын ауыстыруға болады. Соған байланысты бір затты түсіріп, бір затты азайтуға кішкене расход ойнауы мүмкін, оған байланысты. Бірақ негізгі беруге болады максималды. Судың мөлшері қанша бір күнде? Судың мөлшері 1 литр сүтке 4-6 литр су ішеді сиыр. 5 литр дейміз ортасымен, иә? Сонда енді жаздың күні 6-ға дейін көбейтеді, қыстың күні 4-ге. 5 деп орташасын алады. Сенің берген жаңағы кормыңа байланысты сочный карма көбірек болса, ылғалды кормдар. Ол кезде суды азырақ пайдаланады. Қанша литр есептік? 35 литр есептік көрейік па? Есептік 35. 35-ті көбейтем, 5-ке. Сонда бір күнде 175 литр су іше ме? Іше алады сиырлар. Сонша ішіп қоя ма? Ішеді. Оны қадағалап, оның режимі бола ма беріп отыратын? Жоқ, ол қанша су ішемін де сонша ішеді ғой. Алдында тұру керек сонда, иә? Егер вагонда жүретін нелер болса, ол жерде постоянно су болады. Шөбі тұр. Қалаған уақытында келеді, жейді, қайтып жатады. Сүт өндіре береді жатқан сайын. Сосын бір көрермендерден түскен сұрақтың біріне тоқтап өте салайықшы. Қолдан ұрықтандырудың зияны бар ма деген сұрақ түсіпті. Сосын тағы да бір сұрақ. Қолдан ұрықтандырғаннан кейін одан өгіз туылды дейік. Бұқа туылды. Бұқа туылды. Содан кейін сойса, жалпы соның етін дәмі өзгере ма деген. Енді етін дәмі өзгеру мүмкін. Мүмкін ба? Егер сен
сонда ет дәмі өзгеретін бағыттағы бұқаны ұрығын салсаң, Ол өзінің ерекшелігіне байланысты породаның өзгеруі мүмкін ол. Например, мен алып келіп галштейнге мраморный мясо салсам, ол, конечно, естественно, неге әрине мраморға жақын келеді, дәмі өзгереді. Ал жалпы өз породасына өзін салып, сол еттің дәмінен ешқандай айырмашылық болмайды. Өйткені қолдан ұрықтандырған сен ДНК-лық или хромосомасын өзгертпейміз. Біз жаңағыдай өте порода, жаңа доказанный бык дейді ғой, дәлелденген бұқаның ұрығын ғана ең мықты генетикалық несі өте дәлелденген мықты. Сен білесің, оның қыздары мынанша сүт береді уже. Ол тексерілді, сен өткен бұқаның ұрығын салған кезде, сен высокопродуктивный сиыр алатын көзің білім жетеді. Ал сен только ұрықты саласың ол жерде. Бұқа алып келіп влагалищеге шашады ұрықты. Біздің қолдан ұрықтандыратын ерекшелік, біз жатырға саламыз, прямо жарты жолын жүргізіп, жатырға саламыз. Ол тез ұрықтануына да мүмкіндік бар. Ауру жұқтырмайды деген. Сосын жаңағыдай мықты бұқалар жылына 20 сиыр қашырады. Біз бір алған ұрықты олар бөледі. Питательный среда береді. Ол бір неден 100 сиырға дейін ұрықтанады, 200 сиырға дейін ұрықтанатын жағдайлар болады. Бір санкысына, бұқаның сапасына байланысты 200 дозаға дейін шығады. Ол жерде ешқандай не жоқ, ештеңе өзгермейді, только сол ұрықты аз мөлшерде сен жатырға дайын уақытта саласың. Бір көрермендердің ойында бір сұрақ болуы мүмкін да. Ол енді қолдан ұрықтандыра берген кезде, мысалы, сиырлардың өзара, мысалы, бір-бірімен қарым-қатынасы бар ғой, мысалы, өгіз бен сиырдың арасында, бұқа мен сиырдың арасында. Соған қиянат жасап қоймай ма деген сияқты. Иә, махаббат. Оларда онда инстинкт жоқ па, бір неге? Жаңа сұраққа жауап беріп кетейін. Туылған бұқаны қолдануға болады, туылған бұқаны жалпы бұқа ретінде. Одан ешқандай ерекшелігі жоқ. Өйткені ол тек жаңағы біз ұрық қана салдық қой жерден. Ол ешқандай ештеңе өзгермей туылады. Только жаңағыдай тек қана продуктивность ғана өседі. Екінші мәселе осы екеуінің арасындағы махаббатқа қиянат салмаймыз ба деген мәселе. Біріншіден жануарларда ондай инстинкт жоқ. Жаңағыдай именно сиырда тем более ода. Олар егер ләззат алу үшін қосылатын болса, ол 12 ай күнде қосылып жүрмейді. Ол дәлелденген ғылым, иә? Енді оларда только ұрпақ қалдыру үшін ғана болды ондай нәрсе. Жыныстық қатынас. Ұрпақ қалдыру үшін ғана. Сиырдың уақытысы келеді, циклы яйца келеді, пісіп жетіледі, жұмыртқа келеді кісі. Феромон бөледі. Сол кезде ғана ол бұқаны іздейді. Басқа кезде қажет. Егер ләззат алу үшін болса, ол уақыт көп қой. Басқа уақытта да қосыла бермей ма? Жақсы, әдемі. Тағы бір сұрақ қойып өтсек, бір сиыр галштейн деп жатса тұқымда. Соны қанша рет туады негізі орташа есеппен? Неше төл береді? Әр жерде әртүрлі. Орташасы? Орташа 4. 4 төл береді. Иә. Аздық етпей ме біздің елдің? Біздің елдің жағдайында, Қазақстан жағдайында 6-7 туады өлгенде, ең азы. Ең азы 6-7 туады. Ол неге байланысты? Үлкен сұрақ. Европада 3 рет туады. Канада 3-4 рет туады максимально болды. Ол өздері тоқтатқандықтан шығар енді? Ол жақта біріншіден малдың саны жеткілікті. Сосын малдың санына шектеу бар. Сенің шаруашылығында малдың санына шектеу бар. Саған 100 сиыр жеріңе байланысты малдың санын шектеп береді өкімет. Одан бір сиыр атып асып кететін болсаң, сен өкіметке штраф төлейсің. Фосфорға, неге, топыраққа енгізіп жатқан артықша. Соған байланысты ол жақта сиырдың саны шектеулі болған үшін, олар сиыр қартайған сайын аурушаң келеді деп ойлайды, не қылады, есептейді да, расход азаяды деп, көбейіп кетеді расход, шығын. Ол байланысты олар өз ойға жіберіп отырады барлығын. Жасы үлкейін. Бізде 6-7 туып жатыр. Бізде аналық бастың жетіспеушілігіне байланысты бізде 9-9-ға да болады. Егер сол шамасы жетсе оның сиырдың. Мынандай ғой, ол жақта 19 тонна ұсталады бір сиырдан. 19 тонна мен көрген хозяйство. Бізде 9 тонна ұсталамыз максимальный түрде. Олардың сиырлары естественно бірінші шаршайды, тез шаршайды. Өйткені износқа кетеді 19 тонна сүт шығарамын дегенше. Соған байланысты бізде 6-9-ға мүмкіндік бар жоқ дегенде олармен 2 есе аз алып тұрып, былайша жартысынан алып тұрып берген продуктивностьін. Жақсы, керемет. Бұқалардың ұрықтары бар ғой? Иә. Соны алған кейін қанша жыл сақтауға болады оны? Оның азот постоянно төбесінен құйылып тұрған болса,
оның сапасы бұзылмайды. Азот не үшін құйылып тұрады? Азот ұрықты сақтау үшін құйылып тұрады. Белгілі қанша градус температура сақталады? Минус 196 градус. Минус 196. 196 градус өзі арнайы ыдысы болады, сол жерде сақталады. Яғни ондай ұрықты пайдаланудың мүмкіндігі көп екен, иә? Мысалы біреуін алып қойсаң, 20 жылдан кейін де пайдалануға болады, иә? Иә, әр уақыт сайын өзі азот құйып отырасың үстіне. Иә. Ол сақталып тұра береді, сапасы түспейді. Ол сол жағынан кейін тиімді екен, негізінен. Тағы да үлкен сұрақтың қазіргі мынау еліміздің, тәуелсіздік елімізде біздің жалпы халқымызға елімізде сауылып жатқан сүттердің жеткілікті ма, жеткіліксіз ма, біз өзіміз қамтамасыз етіп жатырмыз ба қазіргі таңда? Енді ондай статистиканы жүргізіп те қарап жүрген жоқпыз негізі. Бірақ көзіміздің көріп жүрген айтайын. Қазақстанда мал шаруашылығы, жаңағы сүтпен айналысатын кісілер, жаңағы хозяйстволар немесе шаруашылық, жеке шаруашылықты жеке кісілер ешқашан бір-біріне конкурент емес қазіргі уақытта. Мынау керісінше барлығы достасу керек, бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Өйткені біздің Қазақстан көп статистиканы қарап жүрмін, өзінің қажеттілігінің 30% жауып отыр деген мағлұмат көп. Енді оған да көп көзіміз жетіп жатыр, өйткені сүт жетпейді жалпы. Мол заводтар жаңағыдай өзінің мүмкіндігі 30 тонна болып жатса, ол бір күнде 16-17 тонна ғана қазір перевод жасап жатыр олар. Өйткені табиғи сүт жоқ. Табиғи сүт болмағандықтан олар қалған жерін порошокпен немен заменять етуге тура келеді оларға. Істесе. Істемесе ол да жоқ, сонымен тоқтап тұр. Біздің Қазақстан рыногы өте үлкен. Тем более сүт бағытында өте Алматы облысында көп қазір Қырғызстаннан неден келіп жатқан сүттердің несі жоқ. Егер біз өзіміздің мүмкіндігімізді өзіміз жапқанда, біз жан-жаққа шығаратын едік мүмкіндігіміз. Біз экспортқа сүт шықпайды сондай. Ішкі нарыққа жетпей жатыр. Ішкі нарығымызды қамтамасыз етіп қойып 30% ғана жауып жатыр. Енді осы сұрақтың артында туындайтын сұрақ, елімізде қаншалықты мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер, мүмкіндіктер қарастырылған осы бағытпен айналысуға? Соны айтып өте аласыз ба? Мысалы, жаңа субсидия туралы бір ауыз қозғаған едіңіз. Европа болған кезде өте тағылдық. Ол жақта ешқандай субсидия ештеңе жоқ. Наоборот, үкімет саған штраф салады. Салық төлеу. Бір сиырың асып кетсе, сен үшін жаңағыдай салық төлеуің керек. Пайдаңнан техника жүргенде жаңағыдай сен жылына бір ай уақыт береді навозын шығаруға. Осыларды қалған уақыттың бәрінде хранение тұру керек. Өйткені қандай жер керек оған. Сен сасытпауың керек, сен үйтпеуің керек, сен мынандай талаптар көп, иә. Соның өзінде олар плюстап жасап отыр жұмыс. Еще Голландияда ойлаңыз, әрбір 5 километр сайын бір хозяйство тұрған шығар өлгенде, мен ең аз дегенде жиі былай тұрған хозяйстволар жеткілікті отыр. Соның өзінде бір-біріне конкуренция жасамай не етіп жатыр, например. Сұраныс көп, иә. Иә, сұраныс жеткілікті. А біздің елімізде үкімет тарапынан үлкен мүмкіндік. Соны тізіп өтейікші. Үлкен шаруашылықтарға қора салуға 25%-ға дейін қайтарым беріледі. Қайтарымсыз субсидия беріледі 25%-ға. Қазір үлкен малдың санына байланысты одан да класс. Қоражай салуға. Иә, қоражай салу. Алып жатқан бүкіл техника оборудование 25%. Ол сауатын аппараттар кіре ме оған? Сауатын аппарат, трактор болсын. Комбайн. Шаруашылыққа не қажет, техниканың бүкіліне 25%. Субсидия беріледі. Қайтарым беріледі. Қайтарымсыз субсидия беріледі. Төлемсіз қайтып. Иә. Азық-түлікке беріледі. Азық дайындауға беріледі. Малға азық. Иә, мал азық дайындауға әрбір басқа белгіленген өзінің норматив бар. Ол малдың санына байланысты сенде соған байланысты суммасы өзгереді. Оның көмегі тие ме ол субсидияның, осы қазыққа байланысты субсидияның пайдасы бар ма? Енді расход көп қой мал шаруашылығында, сүтпен айналысқанда расход көп. Бір шетін жабады. Сосын тағы да қандай субсидиялар бар? Ұрыққа беріледі, біз білетін. Ұрыққа, иә. Қанша беріледі? Ұрыққа, традиционный ұрыққа жаңағыдай 5000 теңге, однополыға 80-де 10 000 теңге беріледі. Теңге дейін беріледі. Бұзау өсіруге беріледі. Бұзау өсіруге бөлек беріледі. Бұзау өсіруге төл алған үшін өсіруге беріледі. Ал ұрғашы еркек болғанына да беретін бар ма ондай? Енді сен молочный сүтті бағытпен айналысатын болса еркекке берілмейді. Еркекке берілмейді. Еркекке берілмейді, өйткені ол сүт бермейді ғой. Сол үшін тек ұрғашы аналық бастар ғана. Осы яғни мемлекет тарапынан бізге берілетін. Мемлекет тарапынан сүтке беріледі, сосын сен қанша литр сүт сауып, мол заводқа түсетін болсаң, соның литріне байланысты
сиырың санына байланысты, сендегі оборудование байланысты 25 теңгеден 45 теңгеге дейін ойнайды тағы да. Тағы да береді. Иә. Өте жақсы мүмкіндік қарастырылған екен. Мүмкіндік бар жалпы бізде Қазақстанда. Тағы да маңызды сұрақтың бірі, ұрықтың көрермендерді көп түсті бұл сұрақ. Қанша теңге тұрады деген бір дозасы дейміз ба? Иә, бір сиырға бір доза немесе стандартный 2 доза әртүрлі болып. Біз однополый қолданғанда бір дозадан қолданамыз екен, қымбат ұрық. Ұрықтың сапасы, ұрықтың бағасы қазіргі осы 23-тің бағасын айтайын енді, 23 басталды ғой. 23-тің бағасында 2000 теңгеден бастап деп айтсам болатын шығар. Жаңағы традиционный ұрық 2000-2500 теңгеден породасына байланысты бөлінеді еще болды. Әртүрлі бағада 10 теңгеге дейін барады. Жаңағы традиционный ұрықтың өзі. Сонда жаңа сіз ол бұқаның характеристикасына байланысты. Ең жоғарысы 10 теңге ме? 10 теңгеден барады. Одан да қымбаттары бар. Бізге Қазақстанның жағдайында көп кездесетін сол. Онда мемлекеттің беріп жатқан субсидиясы 70-80% жауып тұр ғой сонда, мысалы шығынның. Енді сен субсидиямен ғана жауамын дейтін болсаң, сен өзің сол неге байланысты алсаң болады. 5000 теңге дейін. Көмек жақсы екен ғой деп тұрмын. Иә, жауады. 100% жауады. Артығымен жауатын кездер болады. Артығымен. Иә. Кейбір шаруашылықтар өздерінің TPI деген бар, племенная оценка деген болады бұқаның. Сол өскен сайын ұрықтың бағасы өседі. Сосын денсаулығына байланысты, бұқа арқылы бұзауға берілетін денсаулыққа байланысты, оны қанша рет қанша лактация өмір сүрді. 5-6 деген тенденция болып келеді, например. 5-6 лактация бере алатын сиырлар, денсаулықтары мықты деген сиырлар. Бұқаның характеристикасы өте көп ішінде. Жағының ұшына дейін жазылған, белгіленген, оған баға берілген. Туған кезде бұзаудың салмағы, легкость, отева деп белгіленеді. Өте көп характеристика, соған байланысты, осы жалпы берілген характеристикасына байланысты племенная оценка деген баға болады. Сол 3000 айналасында қазір. 3000-нен асқандар да бар, 3000-нен асқан сайын қымбаттайды. Негізі көп кездерде 2600-2700 олардың бағасы сол средний 2,5-3 теңге. Бұл ұрықтар негізі қолжетімді ма көп жағдайда? Жетімді бар. Қазақстан кез келген өңірінде. Қазір шетелдің нелер бар ғой бізде. Представительдер. Өкілдер, иә. Соларда бар уже Қазақстанда. Сосын мүмкіндік бар бізде жоқ бұқаларды маған керек болса, например, әлемдегі бірінші орында тұрған бұқа. 3000-нен асты TPI-лар. Племенная оценка. Сол керек болса мен заказ берсем, бір ай ішінде маған жеткізеді. Оның естественно бағасы да қымбат болады. Оның өте көп мүмкіншіліктері бар. Негізі сол 2000, 3000, 5000, 8000 кете береді бағасы өсіп. Әртүрлі бағада, әртүрлі породада әртүрлі болады. Енді ана сүтке қайтып оралсақ, сүттің негізгі көрсеткіштеріне тоқталып өте аласыз ба? Мысалы, негізгі көрсеткіштеріне не кіреді? Сүттің бағасын арттыратын немесе бағасын кейде түсіретін? Иә. Майлылығы. Сүттің құрамындағы белок. Ақуыз. Сосын сүттің плотності деп айтыламыз. Тығыздығы. Сол үшін маңызды факторға қарайды. Сосын кислотность деген нәрсе бар. Соматический клетка деген бар. Жалпы оценкалар бар. Соған бәрі негізгі мол зауыттардың беретін негізгі стандарты. Жирность, белок, сосын кислотностьтағы айтқан нәрсе. Олар негізі талап етілетін айтып өтсіңізші, үш көрсеткіш бойынша. 4 көрсеткіш негізі. Мысалы, майлылық қанша болу керек? Базовыйда 3,6. 3,6 бол. Одан төмен болса? Одан төмен болса баға түседі. Одан төмен жоғары болса, әр 0,1%-ге 7 теңгеден қосылады. Байланысты. Сізден жағдайыңызда қанша болып тұр қазір? Өзіңіз үй жағдайыңызда майлылық қанша шамамен? Біздің үй жағдайы майнус 4,74. Мен ол заводқа өткізбеймін ғой. Онда оның бағасы өсетін еді, әрине. Маңызды емес, иә. Енді мол завод естественно базовый бағасы төмен, 225 теңге, 250 теңге. Мол заводқа объем беріп, үлкен объемдағылар, естественно жеке магазиндерде нелер сата алмайды дүкендерде. Сол үшін олар мол заводқа тапсыруға тура келеді. Мол завод қалған шығынды жирностьпен аласың, қойылған сайын сені 7 теңгеден қосылып отырады. Плюс субсидиямен тағы да шығады ол жақтан. Үй жағдайында ол мүлдем бөлек көрсеткіштер, бөлек не. Енді тағы бір психология қайтып оралсақ, көрермендерден келіп түскен сұрақтар бар, ондай естігенім де бар өзімнің. Осы мысалы, жаңағы Голштейн сияқты сүт бағытындағы сиырларда мейірім болмайды дейді. Рас па? Өйткені бұзауына қарамайды, олар туа салып ұмытып кетеді бұзауын.
Жалпы келіспеймін оған ешқандай. Ол Құдайдың олардың табиғатына берген мейірімі бар туған кезде. Барлығы да бұзауын іздейді. Біздің жұмыс істеу жағдайымызға тура келмегендіктен оны бұзауы туғаннан кейін алып тастаймыз. Ол адамның человеческий не? Алып тастаймыз деген не ол? Айырамыз бірге бұзаудан. Егер бұзау жалпы жанында жүрсе, ол қарайды всегда. Қарап, емізіп жүреді. Біріншіден, бұл жерде көп факторлар. Бұзау ана жинаған 30 литр сүтті шамайды, 40 литр сүтті тауыса алмайды жаңадан туылған бұзау. Ол сиыр желін сау ауруына ұшырайды. Қандай не ұшырайды? Мастит желін сау. Ол ауру, Сүт қалып қалады, уыз қатып қалады деген сияқты. Сол үшін ол қанша литр қажеттілігін білмейді. Бұзау желін тауа алмайтын бұзаулар бар. Ол жерде көп факторлар бар алып тастаудың. Сосын әрбір сиырдың бұзауын іздеп жүрмейсің ғой, мыңдап сиыр сауатын хадисларда. 1000 сиырдың 1000 бұзауын іздеп идіру деген ол басқа сыймайтын нәрсе де ол. Сол үшін бұзаулар сосын бір сиырдың сүті қою, бір сиырдың сүті сұйық деген сияқты. Оған байланысты іші өтіп кетеді қою болса, жеткіліксіз нелер болатын болса өспей қалады деген сияқты. Сол үшін барлығын контроль жасап, нетіп отыру үшін қолдан сүт беріп, қолдан қанша литр керек оған, оның бәрі реттеліп отыратын нәрсе бұл. Мен неге қайтып оралсам, бір тарихи деректерге осыдан 2-3 жыл алдын оқыған бір ақпаратым бар еді. Әлихан Бөкейхановтың еңбектерінде. Әлихан Бөкейхановтың еңбегінде былай деп жазады: қазақ малымыз көп деп мақтанады, қазақ, бірақ малының тұқымы нашар дейді. Сосын қойым ірі қараны айтады да. Сосын қойымыз көп деп мақтанады да, ұсақ қара малды. Бірақ ол Ресей империясының кезінде жазылған ақпараттар ғой. Мынау Ресейдің патшалығы сонау Австралиядан бәленбай жүріп келетін келсе де қойлар сол жақтан алдырады дейді. Яғни сол кездегі 100 жылдан асқан ақпарат қазірге қаншалықты деңгейде осы? Сол деңгейде қалды ма, жақ өзгерді ма, жақсарды ма? Қазақ біздің жалпы мақтанатын неміз көп қой. Менің ата-бабам мал баққан. Менің ата-бабам малшы болған. Біз малды беске түсінеміз дейміз. Бірақ алдына бір паролы сиыр біздің ешкім ештеңе түсінбейді. Қазақ жалпы мал бақса да, бірақ тұяқты мал баққанда өзі жүріп, өзі жайылатын. Саны жеткілікті, бірақ сапасы қай жағынан? Біздің малдар төзімділік жағынан ғана жоғары дәрежеде шығар. Ал етті жағына, сүтті жағына келген кезде төменгі дәрежеге түсіп кетеміз. Қазір ол төзімділікпен көбінесе есептелмейді ғой. Қазір ол малды қаншалықты пайда келтіреді, сонымен есептеледі. Ол жағына келгенде біз өте төмен дәрежедеміз. Біздің өзіміздің ақбас дейді, сиырға келсек, әулиекөл, оның барлығын өзіміздің порода деп мақтанамыз, бірақ негізгі ата тегі ол шетелдің породасынан шығарылған нәрсе ғой. Сондай ма? Иә. Әулиекөлде Маскеловский тұр, например. Ақбаста Герефордтың қаны тұр. Алатауда, например, Швейцтің қаны 75% жергілікті немен будандастырып шығарылған. Бірақ қазақ енді кезінде сиырдың етін көп тұтынбады ғой негізі. Сүті де көп ішкен жоқ сиырдың сүтіне. Сосын оған қатты. Қымыз сойса да қойса. Сол үшін дамымаған да шығар. Біз жайылып жүріп кең далада ешқашан шөп жинамаған, қыстау жазда жүре берген ғой ары бері. Қазір енді о заман оған кеп тұрған жоқ. Сол үшін осы жаққа өту керек, мақтанғанымызды кішкене қойып, сапалы жаққа көбірек көңіл бөлуіміз керек. Ұрықтандырудың сұрақтар туындауы мүмкін да? Қойды ұрықтандырсақ бола ма? Жылқыны қолдан ұрықтандырсақ бола ма деген. Бар ма? Онда тәжірибеде істеліп жатқан нәрсе бар ма? Қой ешкі тәжірибемізден өтті. Ұрықтандырасыз? Иә. Жылқыны жасаған жоқпын. Өйткені жылқының овуляциясын қарап отырып санау керек. Бірақ жалпы қолымыздан келетін дүние. Шетелде қолданылады олар? Қолданылады ол. Итте, мысықта барлығы ұрықтанған шетелде. Құсқа дейін ұрықтанады. Құсқа? Біздің Қазақстан жағдайында да қолмен ұрықтанатын құстар бар. Адамның қатысуымен ба? Адамның қатысуымен. Жақсы, енді мысалы бір сиырдан қанша шығын кетеді, қанша пайда табамыз тәулігіне деген сұрақ қой. Үй шаруашылығы жағдайында жалпы қарапайым тілде түсіндіріп берейін. Енді мен көбінесе высокопродуктивті сиырлармен жұмыс істеген екен, жоғары өнімділікті сүт беретін, жаңағы сүт болса етті бағытпен жұмыс істеген жоқпын, бірақ атқорымда тұрдым менде. Бірақ өте жоғары дәрежеде. Мен жалпы сүт жағына тоқтатайын, бүгінгі мәселе негізі тақырыбымыз көп сүт туралы ғой. Орташа есеппен менің өзімнің жағдайымды есептеп берейін. Мен қазір силс беріп жатырмын, бірақ силс жоқ кезде мен жай шөп беремін. Жай шөппен мен қанша литр сау аламын? Жай шөппен 30-35 литр сау аламын мен.
концентрат беру арқылы. Концентрат деген жаңағы жем ғой негізі. Концентрат деген ойлайды көбісі химия деп. Концентрат дегенде жалпы жемнің құрама жемнің қосындысы ол. Жемнің қосындысы. Қазір силоспен мен 40-40-тан да асып сауып отқан болсам, орташа есеппен 38 литр. Құрақ шөпке өткен кезде мен 35 литр сауамын. Галштейн деймін, Галштейн мен Швейцмен де аралас. Екі қанды араласып тұр. Екі қанның жағдайында. Оны есептей аламыз ба? Мысалы, қазір калькулятор салып? Есептей аламыз, 35 литр алсақ. 300-ден сатамыз. 300-ден оптын береміз. 10.500 10.500 теңге. Ол пайдасы, бір күндік сүттің пайдасы. Ол сиыр туған кезде жалпы 3 ай деп айтылады көп жерде, бірақ менің жағдайымда 6-7 айға дейін бере алады сиыр сондай. Бұл енді жалпы пайда еді, бұны шығындарын есептесек. Шығындарын есептесек, бір сиырға кететін шығын 3 килограмм жүгер жейді ұнтақталған. Менің жағдайымда. 6 килограмм арпа жейді бір күнде. Жаңа жазған. Рапс пен шұрот 3 килограмм жейді менің жағдайымда. Сосын бір сиырға бір түйек жейді. Квадратный. Трикальций фосфат 100 грамм жейді. Премикс 60 теңгеге шығады, 100 грамм беремін мен. 600 теңге килограммы голландский премикс. Витаминдер ол жалпы ешқандай химия ештеңесі жоқ. Енді суды ол есептемеймін мен. Су жалпы сол біз ішетін судан олар да ішіп жатыр. Сосын электр энергиясы бар, сосын біздің зарплатамыз бар, енді ол жақ бөлек мәселе. Үй жағынан жалпы расход есептейтін болсақ, 115 теңге қазіргі уақыт жағдайда жүгерінің дәні. 115 теңге жағдайда 3 килограмм 345 теңге тұрады. Арпамыз тоже қазіргі уақытта 115 теңгеден болыпты, біз алған кезде 115 болды. Жаздың кезінде алғанда бізде жетпей қалды да, сосын тағы да алдық, жетпей қалады деген мақсатта. Баста 109 теңгеден болды. Әртүрлі қазір 115 теңге қазір бізде. 3 тоннадан жоғары алсаң 115 теңге. Одан 6 килограмм. 690 теңге кетеді бір күнде. Рапс пен шұротты біз 165-тен алып жүрік. 165-тен 3 килограмм 495 теңге шығады. Жоңышқаны мен негізі жазда алдым 800 теңгеден. Бірақ қазір 1200 теңге, орташа есеппен 1000 теңге деп алдым да, средний. 1000 теңге. Трикальций фосфат 125 теңге килограмм, біз 100 грамм береміз, ол 12-5 теңге түседі. Бір сиырға бір күнде. Премиксті 600 теңгеден аламыз килограмм. 100 грамм берсең 60 теңгеден түседі. Жалпы барлық шығыны бір күнде сиырға кететін шығын 2602 теңге ол менің жағдайымда. Мен қатты көңіл бөлемін сиырдың денсаулығына, оның сүтінің маңыздылығына, сапасына. Премикс бермейтін жерлер бар. Ол менде сауып жатыр, ешқандай несі жоқ. Сиыр кішкене түйі төменде болуы, бірақ ол береді сүтін ешқандай не қылмайды. Менің жағдайымда ол сиыр мен біріншіден 6 ай болса да сүтін түсірмеу керек. Сол сиырдың жағдайы өте керемет болу керек. Ол ұрықтану керек, ұрықтанып тұрса да сондай жоғары сүт беру керек. Жалпы соған қатты көңіл бөлемін денсаулығына. Сол үшін мен жаңағы витамин шығыным қанша көп болса да. Енді 10500 пайда, жаңа 2602 теңге шығын, сонда бізде 7900 теңге, 7000 теңге пайда қалғанның өзінде ол бір күнде бір сиырдан, бір сиырдан 10 сиыр ұстасаң 70 000 теңге. 10 сиыр ұстасаң. Оны 30-ға көбейтсең қанша болатын еді? 10-ға көбейтсең 700 000, 2 миллион 100 000. Бір айда 10 сиырдан 2 миллион 100 000 таза пайда табуға болады. Әдемі ғой. Керемет қой. Расходын алып тастайсың. Бір айда әртүрлі жер. 10 сиыр. Бірақ орналасқан жеріне де байланысты. Қазақстанның жері кең ғой. Бір жерде бір зат жоғары, қымбат өте. Бір жерде арзан. Жоқ, бір айда 1 миллион тапсаңыз да әдемі ғой. Жоқ, бір айда не кедергі деймін да? Адамыз бекер айтқан жоқ қой, 2 сиыр саудың кезінде асырап. Жақсы, керемет. Ол опять көп біздің Қазақстанда породный сиыр аз өте аз. Жалпы халықтың сиырының саны несі 10 литрға дейін сүт береді. 10 литрға дейін сүт береді да, қыстың күні мүлдем сүт бермейді ол сиырлар. 6 айдан кейін тоқтатады, өйткені ол сүтке арналмаған ол сиыр. Сондықтан оның шығыны өзінің пайдасынан асып кетеді. Өзінің беретін жаңағыдай 6 литр жаздың кезінде өте жаңадан туған кезде максималь берген 6 литр, ол 6 ай береді, 6 айдан кейін сүтін жоғалтады. Оның беретін сүті лактация 2 тонна. Мен өзім үй жағдайын есептегенмін, менде 9 тонна сүт берді сиыр. Соған байланысты ол әртүрлі орналасқанымыз бар, басқасы бар. Сүттің бағасы ойнайды. Сосын бір айтып кететін маңызды нәрсе бұл жерде. Сиыр әрдайым солай 35 литр беріп тұра бермейді. Сиыр буаз болып ішінде бұзау өскен сайын сүті түсе бастайды. Төлге кетеді онда қоректік. Қоректің көбісі кетеді. Сиыр бұзау өскен сайын сүтін түсіре бастайды. Енді мен
өзім жағдайымды алып айтайын. Сиырдың бұзауы ішіндегі бұзауының 7 ай болған кезде сиыр ең кем 15 литр сүт береді. Ол біздің жалпы сиырды сүттен шығаратын кезіміз. Суалдыратын кезде? Суалдыратын кезде сиыр 15 литр сүт беріп тұр. Біздің шаруашылықта, біздің жағдайда. Ол кезде біз жаңағыдай оған біз 2600 теңгеге тамақтандырмаймыз ол кезде бізде. Арзан түседі. Арзан тамақтар көшеміз ол кезде, расходың азаяды. Пайдаң азайып жатыр. Иә. Сиырдың саған оншақты сүт беріп жатқан жоқ, маңызды. Қорегіңді азайтуға болады. Ол қорегін азайтуға болады. Сапасын да түсіруге болады. Немесе кормның количествосын азайту арқылы сиырды бағасын реттеуге болады ол кезде. Мына қазір бір көрермендерден түскен сұрақтар бір қарап шығып жатырмын да. Көріп салма тағы да бір қандай сұрақтар түскеніне байланысты. Не сұрақтар түсті, бір қарап өтсек. Сиыр сүттен шығатын уақытта ең кем 15 литр сүт береді. 300 теңгені өткізген жағдайдың өзінде ол 4,5 теңге болады. Ал оған шығатын шығын менің жағдайымда 1532 теңге. Сүттен шығып бара жатқан сиырдың өзінде сен пайдасында 2 ай демалады сиыр 60 күн. Сол кезде расходқа кетесің. Шығын кетеді сол кезде 2 айда. 2 ай сен, бірақ ол кезде сен жемді бермейсің, 2 килодан артық жем бермейсің. Ең көп берген 2 килограмм жем. Қалған кездің бәрінде шөп берсең болады. Сөйтіп шығынды азайтады. Органикалық минералдар беріледі бұл жерде. Олардың сүттің химия бар деудің сапасы переработкада мәселенің барлығы. Өндіруші не зат арқылы қосып жатыр, ішінде қандай зат қосып жатыр. Ол сүйердің бастапқы сүтті алатағандағы емес. Переработкадан кейінгі мәселе ол жерде. Оның ішінде қандай консервант қосты, оны қалай пастеризация жасады. Бізде қазір сүттердің қанша қойсын ашымайды ол. Иә, ашымайды. Ішіндегі жалпы тірі организм. Енді ферменттер негізі тірі организм ол. Тірі организмдер сол өмір сүре алмай ма олардың ішінде? Өмір сүре алмайтындай дәрежеде қалыптасады. Иә. Либо ультрапастеризация бар, пастеризация бар. Ол бір мәселе, ол да ұзаққа шыдамайды негізі. Одан да бөлек қосатын шығар, мен ол заводты істемеймін ғой. Иә. Соған байланысты оны сақтау мерзімі ұзарған сайын ішіндегі, значит, тірі организм өлді деген сөз ол. Соған байланысты жалпы халықта химия дейтін сол деп ойлаймын. Қолданылған сүт 3 күн асып кетті. Ашып кетті. Айран болып кетеді дейсіз ғой. Иә, әрине, иә. Құрамында қанттарда неше түрлі бактериялар, ферменттер жеу арқылы неше түрлі, көмірқышқыл газы бөлінеді. Қышқылдылық жоғарылайды. Ол еще тазалыққа да байланысты. Сауға байланысты көп жағдайда. Қаншалықты таза сауылды, қаншалықты жуылды, аппарат, жалпы аппаратпен сауса, бесконтактный айтады. Кешірім сұрайын, бір сұрақ ойдан шығып кетті. Маңызды сұрақ ойдан шығып кетті. Жаңа ұрықтандыруға қатысты. Жаңа алдында бір видео салдық қой біздің Instagram парақшамызға. Ұрықтандыру. Сол жерде бір кісі былай жазыпты. Ұрықтандыру барысында, процесінде сіз сиырдың жынысын жумадыңыз депті да. Сол қаншалықты мән берілетін нәрсе, оны маңызды нәрсе ме негізі? Енді маңызды деп санайтындар үшін маңызды. Мен өзім 10 жылдан бері айналысып жүрген адаммын, бірақ онда ешқандай бір кедергі көрген жоқпын. Енді бұқадан жуып жатқан көрген жоқпын секірген кезде. Шын айтқан кезде. Енді теориялық тұрдан сен жууың керек, тазалауың керек. Бірақ менде жағдайлар болады, бір күнде 200 сиыр қашыруым керек, ұрықтандыру керек. Мен 200 сиырдың артын жуып тұра алмаймын ондай кезде. Бірақ именно сол менің сапама ешқашан әсер еткен емес ол. Аллаға шүкір. Ол жақында бір шаруашылықтан еттік, курьер етіп жүрмін жалпы. 85% ұрықтанды, бірінші ұрықтанудан өзі 85% шықты. Ол маңызды деп санайтын адамдар үшін маңызды, оны жуып тазалай берсін ешқандай жоқ. Мен оны өзімнің мүмкіндігімді білемін қаншалықты. Таза істей аламын. Тәжірибемен дәлелденген дейсіз ғой. Ол менде солай. Теориялық тұрғыдан естественно жолу керек, тазалану керек. Ол сен 5 сиыр, 10 сиыр қашасаң, жуып тазалап, ол жалпы істеуге болады. Ал подряд тұрған кезде 200 сиыр сен уақытың аз, әрқайсысын жуып, оны артынан кеп тұруың керек. Ол сиыр қайтып жүрсе қайтып жууың керек оның бәрін. Оған мүмкіндігім жоқ. Сол үшін санитарный рубашка деген сыртында бар. Өткен видеода, иә. Санитарный рубашка. Сол жалпы кір болса да, боқ болса да, сол лагачы ұшы кірген кезде тесіп жібереміз, ар жағы уже таза. Сол специально сол үшін арналған ол. Санитарный рубашка кимейтін кісілер, кигізбейтін кісілер, ол маңызды жуып тазалауға тура келеді. Санитарный рубашкасы бар ғой, ол ешқандай маңызды болмайды. Енді уақытта біраз болып қалған сияқты, бір соңғы бір сұрақпен аяқтасақ.
Өйткені келесі тақырыбымызға да тақырыптан бас көрініп тұр ғой, келесі тақырып қозғай жатармыз. Бір маңызды сұрақ. Көрермендерден сұрақ түсуі мүмкін. Сіздер бізге үйрете аласыздар ма, немесе сіздердің қызметтеріңізді пайдаланамыз ба? Сіз соған қалай қарайсыз? Мысалы, сіздерге ұсыныстар түсіп жатса, ұрықтандырып бер деп жатса, немесе бізді шаруашылық бастап едік, бізге оны жетелей аласыз ба? Былай айтқанда сопровождение жасауға ше? Оған мүмкіншілігіміз бар. мүмкіншілігіміз бар. Ұрықтандыруды үйрете аламыз. Бірақ біздің шаруашылық жағдайында емес. Мен шаруашылық жағдайында үйреттім, практикадан өткіздім. Әлі де мен докторанттар, студенттер, магистранттар өтіп жатыр менде. Егер өздерінің шаруашылығы болса, өздерінің адамдары болса, біз жалпы оқытып, оны үлкен дәрежеде врач қылып шығара аламыз оны. Ассимилятор болып, ассимилятор керек болса. Көрерменге беретін болса, жаңағыда ешқандай именно ақсап тұрған жерін көруіміз керек бірінші біз оны. Қаншалықты маңызды біз оны істей аламыз. Соған байланысты біз мынанша процент деп сізге бере аламыз жаңағыдай. Ұрықтандырылатын болсақ, біз 50% жоғары береміз. Өзіміз 50% жоғары береміз. Біз ұрықтандырсақ 50% жоғары. Синхронизацияның өзінде жаңағы арқылы. Сол сияқты әңгіменің өзі бар, оқыту проблема емес. Біреу айтуы мүмкін ғой. Менің жағдайымда сиырымның сүттілігі төмендеп кетті бір күнде. Сіз соны келіп жағдайымен танысып, соның көтеруге бір көмектесетін жолдар айта аласыз ба деп айтып. Айта аламыз. Саны жетсе, несі жетсе, сосын базасы дұрыс болса, ұрықтандырудың бағасын қазір айтып өте аласыз ба? Жоқ, шамамен айта аласыз ба? Қымбат тұра ма, арзан тұра ма, қолжетімді ма? Енді жалпы Алматы облысына қазіргі уақытта 10 мың теңге ұрығымен қосқанда бағасы. Ұрығымен қосқанда бағасы. Ұрықтың бағасы 3 мың теңге, 4 мың теңге ұрыққа кетеді ол жерде. Жұмысына негізгі, жұмысынан бөлек ол жерде бару бар, жолы бар. Сенің уақытың бар, алтын уақытың жоғалтады. Денсаулығың кетіп жатыр. Сыртындағы рубашкалар, санитарный рубашкалар дейміз. Азотың бар, күнде кетіп жатыр. Соны жалпы есептегенде 10 мың теңгеге жасауға болады. Алматы облысы жағдайында. Ал шаруашылықтар болармыз, ол кезде жеке договорға отырып, ол жерде гарантия, субсидия жүреді, ол жақта. Ол жерде бір басқа 20 мың теңге шығады. Түсіндік. Ал онда, құрметті көрермендер, бүгін біраз тақырыпқа басын ашып, біраз тақырыптарға, біраз сұрақтарға жауап таптық, жауап бере алдық деген ойдамын, үміттенеміз. Бұл жолы біз подкастымызда өткен жолы жиналған сұрақтар, немесе Нұрмахан бауырымыздың өзінің ойында маңызды деп білген сұрақтарға жауап беруге тырысты деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта жаңа айтып өткендей кейбір мәселелер жөнінде тағы да алдағы уақытта бөлек подкаст түсіретін боламыз. Нұрмахан, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін рахмет айтамыз. Қашанда осындай еліміздің өркендеуіне, осы қашанда осындай елін сүйген, еліне қызмет етіп жүрген жандар, жастар көбейе берсін. Онда келесі, бұл біздің тағы ескерту ететін, бұл екінші подкастымыз біздің Агроталқы студиясының. Алдағы уақытта қызықты тақырыптар өте көп болады. Бізбен бірге болыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, сұрақ қалдырыңыздар, бізбен бөлісіңіздер. Қош сау болыңыздар.